Жалпы қазіргі таңға дейін біздің университетімізді бітірген 70 мыңға жуық түлектер бітіріп шықты. Айта берсек, бұның ішінде Қазақстанға болсын, жаңа айтып отқандай шетелден келіп білім алып, өз елінде жұмыс істеп жатқан бірнеше танымал біздің түлектеріміз бар. Енді қазіргі таңдағы біздің Нұр-Сұлтан қаласының әкімі, біздің осы Халықаралық қазақ-түрік университетінің түлегі, еліміздегі үлкен бір тұлғалы азамат. Сонымен қоса спорт саласында бірнеше біздің түлектеріміз қазір Қазақстандағы көптеген жарыстарға қатысып, еліміздің атын шығаруда. Айта кетелік, мысалға, осы университетте білім алған Бекзат Саттархановтың өзі Сидней олимпиадасының чемпионы осы біздің университетіміздің түлегі еді. Біздің университетіміздің бір ерекшелігі, бұл университеттегі клиникасы бар жалғыз оқу орны. Медицина факультетіне қабылданған студенттер бұл теориялық біліммен қатар практикалық білімдерін осы университет қабырғасында, университеттің клиникасында жүзеге асырады. Университетімізде, клиникамызда соңғы заманауи техникалық құрал жабдықтармен жабдықталып, сол жерде студенттердің өзінің алған теориялық білім практика жүзінде жүзеге асыруына зор мүмкіндіктер жасалынады. Ол жердегі жасалатын оталарға, науқастарға ем жасауда біздің осы медицина факультетінде оқып жатқан студенттеріміз түгелдей сол жерде қатысып, тәжірибе жүзінде үйрене алады. Сонымен қоса, бұл мамандықтың студенттеріне Түркияның ең үздік клиникаларының дәрігерлері келіп, осы жерде практикалық түрде оталар жасауға бірге қатысып, және қашықтан оқу жүйесін пайдалана отырып, үнемі байланыста отырады. Және сонымен қатар стоматология факультеті бар. Стоматология факультетінің өз клиникасы бар. Яғни, болашақта біздің тіс дәрігер мамандары осы клиникамызда тәжірибе жүргізуде өзінің теориялық білімін жүзеге асырып, бір білікті маман болуына үлкен септігін тигізеді. Жалпы мен былай ойлаймын, адам өмірге не үшін келеді? Көп ойландым, жалпы адам өмірге келген екен өзінің арқасында жас ұрпақ қалдыру үшін келеді. Мен де өз ұрпағыма әрине бірінші кезекте айтамын, ең бірінші ол өте жоғары деңгейде адами қасиетті бойына сіңірген жақсы азамат болу бірінші кезекте. Екінші кезекте өте білімді, өйткені қазіргі заман білімдінің заманы. Сондықтан мен ойлаймын, осы жақын уақытта біздің университетіміз әлде де өзінің берері мен көрсетері өте жоғары деңгейде. Себебі қазіргі таңда Түркістан облысы, Түркістан қаласы түркі дүниесінің рухани астанасы болып жатыр. Сондықтан да бұл бүкіл түркі әлемінің басы түйіскен үлкен бір қалада осындай жоғары оқу орнында білім алу, ол әркім үшін үлкен мәртебе. Сондықтан да мен өзім болашақ ұрпағыма әрине осы университетте білім алып, ары қарай бір жақсы азамат болады деп мен сенемін. 4-ші курсты бітіріп, қолымызға диплом алған кезде расында да мен өзім бір сәт ойланып, жалпы ендігі үлкен өмірге қадам бастық, қандай жол таңдаймыз деген үлкен бір сұрақ туды. Демек, диплом алғаннан кейін өзіміздің осы елдің бір азамат ретінде, бір маман иесі ретінде ойланып, демек, елімізге қызмет ететін бір азамат ретінде қалыптасқан өзімді солай түсіндім. Жалпы біз осы 96 жылы 1996 университетке келген кезімізде қазіргідей зәулім ғимараттар жоқ еді. Сол кезде біз оқып жатқан кезімізде дәл осы ғимараттан іргетасы қаланып жатқан болатын. Сонда біз осы ғимараттың салынып жатқан ғимараттың қасында өтіп армандайтынбыз. Біз осы ғимаратта оқысақ деген. Тіптен мен сол арманның асып түстім деп ойлаймын. Оқып жатқан жоқпын. Оқыған жоқпын, тіптен жұмыс істеп жатырмын қазір. Ол сол кезінде менің арманымның бір 2 есе 3 есе орындалғанына мен қатты қуанамын. Өйткені бір керемет. Себебі осы университеттің ғимараттарының көз алдымызда салынып, қазіргі таңда осы университетте көптеген студенттердің 10 мыңнан астам білімгерлер бар. Сондай студенттердің деңгейінде білім беріп жатқанына расында өте бір өзім үшін бір қуаныш. Білім алып, жұмыс, қызмет жасап жатқан кезде біз әрине жаңа айтып өттім ғой, шетелге шығуымызда көп мүмкіндік болды. Түркияның бірнеше жоғары оқу орындарына барып, ол елдің оқу процесімен таныстық, қызметкерлермен таныстық, ғалымдармен таныстық, ол жердегі алған іс тәжірибелерді, ол жердегі оқу жүйесін алып келіп, осы біздің университетімізде ендіріп оқу процесінде соның қазіргі таңда жемісін беруде. Құрметті
халықаралық қазақ-түрік университетінің осы күнге дейінгі түлектері, жалпы қазіргі таңда университетімізге 30 жыл толды. 30 жыл деген жалпы бір адам ғұмырының 3-тен бірі. Осы 30 жылдың ішінде жалпы біздің университетіміздің көптеген белестерді, асқан асуларды алды деп айтсақ болады. Құрметті біздің түлектер, жалпы осы университеттен білім алып отырып, сіздер қазіргі таңда еліміздің көптеген салаларында қызмет атқарудасыздар. Осы атқарып отқан қызметтеріңіздің барысында өздеріңіздің ұшқан ұяларыңыз, оқу ордаларыңыз халықаралық қазақ-түрік университетін әрдайым жадыларыңызда сақтап, осы университеттің көркеюі мен дамуына тілектес болып, және де еліміздің жақсы білімді азаматтарын қалыптастыру үшін, осы университет үшін аянбай қызмет етуге бәріңізді шақырамын, және барлығыңыздың жасап отқан жұмыстарыңызға үлкен сәттілік, шығармашылық, табыс тілегім келеді.